Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Динара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет пончик сияқты болып шығатын творожный шарикінің рецептін ұсынғым келеді. Ол үшін жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды салып, бірден творогымызды салып жібереміз. Творогымыздың үстіне ас содасы мен уксусты реакцияға түсіріп салатын боламыз. Оның үстіне мен онымен қантты бірге араластырып жібердім де осылай салдым. Енді барлығын салып болған соң жақсылап араластырып біржола етіп жасайтын боламыз. Осылай жақсылап еритін боламыз. Содан соң достар, ұнды өте көп салып жібермеңіздер, себебі ұнды көп салып жүрсеңіздер, қамырларыңыз қатты болып, творожный шарикіміз нығыз болып қалуы мүмкін. Міне осындай біркелкі емес, өте жұмсақ, қолға жабыспайтын сондай қамыр шығады. Енді оны таза целлофанға салып, біршама уақытқа демалдырып қоятын боламыз. Қамырымыз демалды, енді творожный шарикімізді жасайтын боламыз. Қамырымызды мен ең алдымен осылай кішкентай бөлікке бөліп алып жасаймын. Қалған қамырымызды қайтадан салып қоямыз пакетімізге. Бөліп алған бөлікті біз жақсылап осылай қолдың көмегімен дөңгелете отырып созатын боламыз осылай. Осылай орташа қалыңдыққа келгенше осылай дөңгелетіп аламыз. Одан соң осындай майда-майда бөлікке бөліп алатын боламыз. Ол майда бөліктерді алақанға осылай дөңгелете отырып, құрт секілді формаға кептіріп аламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Қатты үлкен дөңгелек етпей, қатты кішкентай етпей, орташа дөңгелек етіп жасап аламыз. Міне достар, менде бүкіл қамырдан осындай үлкен дөңгелек тақтайда толып шығатын болады. Енді оны қызып тұрған майымызға салатын боламыз. Және де достар, ескеретін жайт бар. Майымыз біздің орташа отта тұру керек. Сол майымыз орташа отта қызған болу керек. Егер біз майымызды қатты қыздырып қойсақ, ол асты газымыз қатты тұратын болса, онда біздің шарикелеріміздің сырты қызарып пісіп, іші шикі болып қалуы мүмкін. Және де осылай бір-бірден салып отырыңыздар. Егер 2-3 бірден салып, 4 бірден салатын болсаңыздар, онда шарикелер бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Осылай салып, кішкене осылай араластырып жібереміз де, қызарғанша күтеміз. Міне қызарып, осындай әдемі қоңыр түске келгенде сүзіп алатын боламыз. Мен осылай қағаз сүлгіге сүзіп аламын, артық майы кету үшін. Осылай болып шығады. Міне достар, дайын болған творожный шариктерді мен осылай қандықтағымен әрледім. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, үй ішіңізде осылай жасап беріңіздер. Ұнайтынына еш күмәнім жоқ. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кетіңіздер.